Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін қарапайым, ерекше, дәл осындай сникерс пирожныйсын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Бізге қажет болады un, какао, сұйық май, су, разрыхлитель шекер. Енді ең алдымен какаомызды, разрыхлителімізді және унымызды електен өткізіп араластырып аламыз. Какаоның түйір-түйірлері қалмау үшін мен осылай қасықпен езгілеп жібердім. Енді унымызды салып жақсылап електен өткіземіз. Венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді шекерімізді салып тағы араластыратын боламыз. Сұйық майымызды саламыз және суымызды салып тағы бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Қамырымызды дәл осылай араластыратын боламыз. Алтымен жаймен, артынан тез-тез араластырамыз. Ал араластырып дайындап та алдық. Қамырымыз сондай әдемі сұп-сұйық қамыр болады. Бұл қамырды духовкада пісірсеңіздер де болады. 180 градуста 30 минут пісіріп аласыздар. Ал мен микротолқынды пеште пісіретін боламын. Осындай ыдыс алдым және ішіне пергамент қағаз салып, қамырымды салдым. Өте тез дайын болатын торттардың түріне жатады, өте дәмді болады. Қонақ келетін кезде де тез дайын болады. Мен микротолқынды пешке салып 6 минутте пісіріп алдым. Біздің қамырымыз пісіп шықты. Енді шпажкамен дәл осылай тексеріп аламыз. Құп-құрғақ шығып тұр. Ал енді суытамыз. Біздің бисквитіміз суығанға дейін кремін дайындап аламыз. Сгущенный молоконы салып, сметанамызды салып, жақсылап миксерлеп крем дайындап аламыз. Біздің креміміз дайын болды. Енді ішіне осындай жаңғақтар салдым. Жақсылап араластырып алдым. Енді бисквитімізде суыды, үстіндегі тегіс емес жерлерін пышақтың көмегімен кесіп алып тастаймыз және екі бөлікке бөлеміз. Егер де сіздер бөлмесеңіздер де болады, дәл осылай үстінен крем жағып қойсаңыздар да болады. Ал мен бөліп сондай арасына крем жасағым келді. Ал енді ортасына креміміздің жартысын саламыз. Енді үстінен бисквитімізді саламыз. Менің бисквитім алып жатқан кезде кішкене сынып кетті. Но сонда да ештеңе болған жоқ. Үстінен кремдеп, жағып, тегістеп қойдым. Енді тоңазытқышқа 1 сағат, 1,5 сағатқа қоямыз. Оған дейін үстіне глазурын дайындап аламыз. Мен шоколадты микротолқынды пеште ерітіп, сұйық май салып, жақсылап араластырып дайындадым. Және осындай жаңғақтарды салып тағы араластырдым. Біздің глазурымыз дайын болды. Енді мұздап тұрған тортымыздың үстінен құйып, әдемілеп бір тегіс етіп, барлық жеріне тигізіп, жағып аламыз. Ал көріп тұрғаныңыздай достар, өте қарапайым, құрамына ешқандай артық шығын кетпейтін ерекше тортымызды дайын болды және қонақ келген кезде де тез дайын болады. Дәмдері де ерекше болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл тортты жасау арқылы сіз вақтыңызды да үнемдейсіз және ерекше торт жасайсыз. Құрамына да ешқандай артық шығын кетпейді. Өте керемет болады. Достар, менің каналымда дәл осындай қарапайым рецепттердің түрлері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Әртүрлі тағамдар, салаттар, десерттердің рецепттері бар. Және достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Тортымызды кесіп, ішін көрсететін боламын. Өте әдемі, разрездерді өте керемет болып шығады. Және дәмдері де ерекше болады. Барлығына бірдей жағатын жұп-жұмсақ сочный торт болады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз, және қоңырауша тugмесін басып қоюды да ұмытпаңыз. Сонда менің
жаңа шыққан видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыздар. Ал достар, сіздерге сәттілік.